Сәлем достар, бүгін сіздермен оңай әрі тез жасалатын муравейниктің рецептімен бөлісемін. Бізге керек ұн, жұмыртқа, сары май, қамыр қопсытқыш. Ерітілген сәл суыған сары майға жұмыртқаны қосып араластырамыз. Ұн мен қамыр қопсытқышты електен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп қосамыз. Видеода көрсетілгендей кішкентай бөліктерге бөліп, зип пакеттерге салып, морозильникке кемінде 1 сағатқа саламыз. Бір сағаттан кейін противенге пергамент қағазын төсеп, қамырды бір-бірден ала отырып, үккіштен өткіземіз. Қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Шамамен 10-15 минут уақыт кетеді. Креміне жұмсақ сары май мен вареный сгущенканы миксермен араластырамыз. Суыған печеньені кремге салып, жақсылап барлығы біркелкі араласқанша араластырамыз. Холодильникке сәл қатқанша салып қоямыз. Қолымызбен немесе бір формалармен осындай муравейниктің формаларын келтіреміз. Мен осы жолы қолмен домалақ форма келтірдім. Дайын болған муравейниктерді холодильникке саламыз. Осындай әп-әдемі, өте дәмді, тез жасалатын муравейниктің рецептімен бөлістім. Жұмсақ, өте дәмді болып шығады, үйде бар қолжетімді заттармен жасалынады. Аяқ асты қонақ келетін болса, осы рецептпен жасап көріңіздер. Лайк, подписка ұмытпаңыздар. Көп рахмет!